Жұмысқа асығып, жиналысқа кешігіп бара жатқан соң, такси тоқтата салдым. Жүргізуші бір ақкөңіл адам екен, жол бойы тынбай әңгіме айтып келді. Жұмысқа жеткен соң, қалтамнан 450 теңге таппай 500 теңге бердім. Апыр-топыр болып қалтасын ақтарып, тиын-тебен іздей бастады. Ал мен болсам, бір аяғым сыртта, бір аяғым іште күтіп отырмын. Болмаған соң, 50 теңгесін ала салыңыз деп едім, маған қарап, уақытыңыз бар ма, деді. Иә, дедім. Бір аяғым әлі сыртта. Көлігін өшірді. Жол көлікке лық тола еді. Көлігінен түсіп, алдымыздағы дүкенге жүгіріп барып ақшасын ұсақтап, 50 теңге әкеліп берді. Мен болсам, бауырым, егер жолақым 550 теңге болғанда, менен 50 теңге сұрар едің деп едім. Оны қайтем сұрап деді. Ендеше неге ала салмадың десем, маған бұрылып, уақытыңыз бар ма деді. Бар дедім. Онда есікті жабыңыз деді. Ашық мінезді таксистпен жүзбе-жүз қалдық. 5 минуттай сөйлестік. Бүгінге дейін ешқандай профессордан естімеген сабағымды осы кісіден үйрендім. Ол мынау еді. Біз отбасымызда 5 ағайындымыз деп бастады. Әкем құрылысшы болып, жұмысы тұрақсыз болатын. Жұмыс шыққан күні үйге көңілді болып қайтатын, ал болмаған күні түр әлпетінен түсінетінбіз. Тұрмысымыз төмен отбасы болатын. Тамақты жерде отырып ішетінбіз. Тамақ ішіп болған соң әкем, тоқтаңдар, тұрмаңдар дейтін. Алдымен дастарханға бата қайыратын. Сосын бізге ақыл кеңестерін айтатын. Жақсы екен. Мамандығым семинаршы еді. Әкеңіз не үйретуші еді? Өмірді жетістікке қалай қол жеткізу керектігін айтатын. Бір қызығы әкем жұмысқа кеткенде үлкен ағам әкемнің рөліне кіріп, тесікшілікпен шалбарының қалталарын сыртқа шығарып, адал болыңдар, үйлеріне харам табыс әкелмеңдер десе, бәріміз жатып мазақтап күлетінбіз. Ал анам байғұс шырылдап, әкелеріңді мазақтамаңдар, ол жақсы адам, еңбекқор деп айтатын. Біздің бір бай көршіміз болатын. Оның 2 баласы болатын. Балаларына қалаған нәрселерін алып беретін, ал біз солардың ескі-құсқы киімдерін киетінбіз. Әкем қайтыс болған соң, 6 айдан кейін әлгі бай көршімде қайтыс болды. Оның 2 баласына 5 қабатты үйі, фирмасы мирасқа қалса, ал біздің әкемізден не қалды деп ойлайсыз? Я, не қалды? Дүкеннен алған қарыздар мен балам, әрқашан адал бол, ешкімнің ақысын жеме дейтін ақыл кеңестері қалды. Содан қазір 15 жыл өтті. Әлгі 2 бала түрмеде жатыр. Үйі де, фирмасы да жоқ. Ал біздер отбасын құрып, балалы шағалы болып, үй алып, астымыздағы көлігімізбен күнімізді көріп жүрміз. Өткенде ғана үлкен ағамыз үйіне қонаққа шақырған болатын. Сонда ағам, негізгі мирасты біздің әкеміз қалдырыпты деп айтқанда, бәріміз еріксіз көзімізге жас алған едік. Шынында да қарап отырсақ, осы уақытқа дейін біреудің бір тиын ақшасын жемеппіз. Қазір шүкір, ешкімнен кем емеспіз. Я, өмір дегенің алма-кезек. Бір қызығы, қай жерде тұрасыңдар деп сұрамайсыз ба? Я, қай жерде? Әлгі көршіміздің 5 қабатты үйінде тұрамыз. Оны біз сатып алған едік.